резинкадагы көйлекти тигетін боламын. Ол үшін бізге деген осындай апысты сексен материал керек. Осы материалға біз деген жеңнің ликагасын салатын боламыз. Біз жоғары қаратай 10 см, шетінен 8 см, жоғары қаратай 4 см алатын боламыз. Осы жерден біз деген осы точканы бір-біріне қосып шығамыз. Және де мына жерде где-то 4 см қалдырып, мына жерге линия жүргіземіз. Бұл жерге біз деген 2 см маталымызды жүргізетін боламыз. Бұл жерде бізде деген резинка өтетін болады. Ал бұл жерде біз деген 4 см бүктеп тігетін боламыз. Және сол бүктеген арасынан бізде резинка өтетін болады. Ал енді кеудеге келетін болсақ, мына жерде бізде деген 70-те 20 материал керек. Шетінен төмен қаратай 4 және де 8 см керек болады. Екі шетінен де тура сол ұсып және төмен қаратай 4 см белгілеп аламыз. Бұны тоже біз бүксеп, ішіне резинка жүргізетін боламыз. Ал енді бізге екпасынан 98-де 70 материал керек. Ең алдымен біз деген мына жерге жеңімізді кесіп аламыз. Кесіп алғаннан кейін біз деген 2 см-ді мына жерге тығып шығамыз. Тығып шыққаннан кейін қолтық жеңнің бір-бірінен біріктіреміз. Біріктіргеннен кейін мына жердегі біз уже кеудені кесіп аламыз. Кеудені кескеннен кейін оны да біріктіріп, қолтық, яғни мынау шеттермен бірігу керек, яғни бұл бізде қолтығы болып шығады. Содан кейін мына жерде бізде деген резинканы, юбкасыны қалай өткіземіз дегенде, бұл жерде деген бір-бірін біріктіреміз ғой. Сол жерде деген қазір көйлектің өзінде көрсетем, тура солай біріктіресіздер. Көйлек осылай шығу керек. Жаңағы айтқандай, қолтығын бір-бірімен біріктіргенде осылай шығады, және де жеңі осындай шығады. Жаңағы айтқандай, кеудесімен юбкасын біріктіргенде біз деген былай біріктіреміз. Бұл жерде байқап тұрсаңыздар, мына жерде ең алдымен кеудесі юбкасына қаратай көтеріліп кетеді, яғни осы жерден бізде резинка өтеді. Результат осындай болады.